Сәлем барлықтарыңызға. Сіздермен Арайдың асханасы. Үйде холодильникте біраз күннен бері желінбей қалған осындай қолдың сары май бардығын сөйтіп оны тұштайын дедім. Бұрында кішкентай кезімізде осындай майды көп жеуші едік, өте дәмді болып шығатын. Сол есіме алып, соны жасайын дедім де, осылай майымды ерітіп алдым. Барлығы еріп шыққаннан кейін осылай ақ көпірігі болып шығады. Оны міндетті түрде алып тастаңыздар, себебі ол зиян деп жатады адам ағзасына. Сөйтіп осылай қайнатамыз асты баяу отта. Осылай қоңыр, прозрачный дейміз, сондай түске айналғанша қайнатасыздар. Тағы да көбігі шығады, оны да толықтай алып тастаймыз. Одан соң ыдысымызға құйып аламыз. Оның үстіне табиғи бал бар ғой, әсел, содан да кішкене қосып жіберсеңіздер өте дәмді болады. Ал мына түбінде осындай қара қалып қойды, оның не екенін білмедім. Білсеңіздер комментарийға жаза кетіңіздер. Мінекей біздің сары майымыз, тұшталған сары майымыз дайын болды, өте дәмді болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасаңыздар.